Ал құрметті оқырмандар, бүгін біз сіздермен ақын жазушы, балалар жазушысы Мұзафар Әлімбаевтың 100 жылға толуына орай «Аспаны биік ақындық» атты әдеби поэзиялық кеш өткіземіз. Сол кешке қош келдіңіздер. Бұл кешті бағдарламасы кіріспе бөлімінде от жалынды ақын. Өлеңдері өлең кернеп барады жүрегімді. Ән шашу өлеңім әнге арналған. Қорытындысы жыры мен жанға жылу сыйлаған. Бұл кештің мақсаты Мұзафар Әлімбаевтың өмірі және шығармашылығымен таныстыру. Ақын өлеңдері арқылы жастарды адамгершілікке, адал болуына, әдеби кітаптарға деген қызығушылығын арттыру, белсенділіктерін нығайту үшін осындай мақсатта сендерге осындай кеш өткізіп отырмыз. Мұзафар Әлімбаев қазақтың аса көрнекті ақыны, Қазақстанның халық жазушысы, Абай атындағы мемлекеттік сыйлықтың иегері. Мұзафар Әлімбаев 95 жасқа қараған шағында өмірден озған. Мұзафар Әлімбаев 1923 жылы 29 қазанда Павлодар облысы. Мұзафар Әлімбаев ана тілі. Ана десем, ана тілі ойға оралар, баладай қуанарсың тойға барар. Тыңдасаң көне аңыздан көркем нақыл, олжамда қанжығама байлар олар. Тере білсек бір-бір ауыз қара өлең, неше миллион үнчу маржын шамамен. Қанша гүлден қазақ тілі бақшасы, қандай дана өлең. Өз бағамды сұраймын өзгеден. Өз бағамды сұраймын өзгеден, ердің құнын өлшейтін кім сөзбенен. Өз бағамды сұраймын өзгеден, ер салмаған безбеден кім көзбенен. Сұрасам да кемеңгер мен батырдан, қадірімді сұраймын өзгеден. Ал алдында өз оның парықтап, кекіп пенде көңілмен сезбеген.